17 әйел алған Исахан ағам. Әңгіменің авторы Мұхтар Мағауин. Жас ұлғайғанда адамды әрқилы дерт иектей бастайды екен. Кесел одан бұрында келуі мүмкін, сол тарпа жабысқан беті алып та кетуі мүмкін. Бірақ мен ғұмырымда ауырып сырқап көрмеген едім. Шаншу, қаңқу, тұмау әрине есеп емес. Ешқашан емханаға жатпаппын, арнайы қаралып атаулы ем-дом алмаппын. Содан ба, салмақ түсірмесе де мазамды кетірген. Сырт қарағанда тым елеусіз және түсініксіз жағдай мен үшін мүлде күтпеген оқиға болып шықты. Дүниенің бар салмағын көтерген ғазиз бас емес, барлық қуаныш қиындықты қолқа тамырынан өткізген қайран жүректей емес. Міне, 61 жыл бойы жер басып келе жатқан заманның зілі мен зұлымдығы жаныштамаған. Тіршіліктің мұңы мен қайғысы өксітпеген, санасыз, сезімсіз кәдімгі екі аяқ. Отырсам өзімдікі емес сияқты, тұрсам жүрсем үйрешікті денемді көтере алмай шытынап сынып барады. Дәрігердің қолына түспе, деген мәтелім бар еді. Тұтқынға байлауға түсуге асықпадым. Қазақы ем-дом жасауға кірістім. Содан соң Қытай нүкте массаж шүкірана оңалып қалған сияқтымын. Өзім кейінгі бір шығармамда әжептәуір қалжыңдасып алған әз ағаң, яғни құдіретті Әзірейіл ақсақал қайткенде де құзырындамыз ғой. Мені сирақтан тұтпауға тиіс еді. Айтайын деп отырғаным сырқат жайы емес, сол сырқат орайында бала шағаның қалай дүрліккені. Мені 80-нен бері де атбасын тартпайды, тіпті ешқашан мойып ауырмайды деп білген ұл қыздарым жапыр-жұпыр болыпты. Үлкенді кішілі немерелеріме дейін ата аяғын қалай ауырама деп сөйлейтін болды. Айналдырған 5-6 бала ғой, не бары 10-15 немере. Бала тым құрыса 7-8 болмадау деп қиялдайтын едім. Немерелердің ұзын саны 20-дан асса деп армандайтын едім. Амал қанша, жалғыз әйелдің барын түгестік. Бүгінгі балалар сол 5-6-аудың өзін көп көреді. Енді міне алдыңғылары көкелеп, кейінгілері аталап жатқанда, осы барыңа тәубә қылады екенсің. Құрықтың сұлбасы болмаса да, көлеңкесі көрінгенде қай-қайдағы еске түседі. Бағзыда атаң мен әжең, кейінгі әкең мен шешең, бүкіл өткен өмірің, қиындығың мен күресің, мерей мен қуанышың. Өте ұзақ, тым ауыр жол, сонымен қатар мархамат, мұратты, игілікті кешу. Қайткенде де ғапыл, өкінішің жоқ сияқты. Арман болса, жасап үлгермеген істерің. Бірақ 100-ге келсең де түгел атқарып бітпесіңді шамалап, бүгінгі жеткеніңе салауат айтасың. Ал пенделік тірлігің, ол да қанағаттанарлық дәрежеде өтіпті. Әуелде сүйген сұлуыңды алыпсың, 41 жыл қосағыңмен қосағарыпсың. Өз бауырыңнан тараған бала шағаң түгел аяқтанған. Келесі буын немерелер анау шұрқырап өсіп жатқан. Бұдан артық не керек? Ойлап тұрсам, жалғанның шексіз қасіретімен қоса, фәнидің талай қуаныш қызығында бастан өткерген екем. Ойды ой қуады, әрнені екшеп отырғанда кеше оқыстан есіме түскен, дүниені шайқап өткен, бар қызықтың басын шалған Исахан ағам. Біз сияқты бір қатынға қарап қалмай, кезегімен 17 әйел алып еді. Бәрімен де бақытты ғұмыр кешті. 4 жыл, 3 жыл, көпшілігі тура 1,5-2 жылдан. Бәрімен де тату-тәтті айырылысты. Жұрт білгенде ешбір әйел көзге болсын, сырттай болсын, арада пәленбай жыл өткенде болсын, Исахан ағама ешқандай өкпе айтпапты, кінәртпапты. Бәрі де мұңая күліп отырып, қимас ризашылықпен еске алады екен. Исахан ағам бізбен аталас жамағайын туыс. Қыз алыспас жақын, беріден санағанда туыстаған жанбай жарғыштан тараймыз. Атам айтқан. Және сылқым сері інісін айрықша жақсы көретін. Ал Исахан ағам мені жақсы көреді. Бала атаулыға суық дейтін, алдына алмайды, бетіне сүймейді, ойнатып күлмейді. Маған ғана басқаша. Қалтасында әлдененде бір тәтті, тым құрыса сықпақ ұрты болады. Және үйге кіріп мені көрісімен мойнына көтеріп алады. Шағын бөлме ішінде шырайналып ат болып желеді, төрдегі текемет үстіне жата қалып, арқасына отырғызып, түйе болып 4 аяқтай ырғатылып жүреді. Немесе мені стол басындағы кішкентай құрақ көрпеге орап әлдилеп отырып өлең айтады. Мен қазір үлкенмін, жасым 9-ға шықты. Сонда да Исахан ағамен кішкентай бала болып ойнау қызық еді.
бірақ кейінгі кезде көрінбей кеткен. Таң ертең ертемен келді. Үйде үлкендерден әжем ғана қалған. Содан соң сабаққа түстен кейін баратын мен. Исақан ағам есіктен именшіктей кірді. «Ассалау» деп сәлем берді. Сөзінің аяғын жұтып қойған. Мен оқып отырған кітабымды тастай сала алдына шығып қос қолдап амандастым. Қазандық маңында жүрген әжем қырындаған қалпы бұрылып қарамады. Исақан ағам екінші қайтара бұл жолы анықтап: «Есенсіз бе, жеңеше?» деп көтеріңкі амандасты да төр алдындағы таңғы дастарханы толық жиналып болмаған дөңгелек стол басына сылқ етіп малдас құрып отыра кетті. «Сенікі жөн, жеңеше», деді. «Ұрысмаған, сөк. Жер жебірме жет. Мүмкін сен ұрысқан соң егіл-тегіл жылап алармын. Әлиманның обалын көз жасыңмен жуалмайсың», деді әжем өзінде болмаған қатқылау өзбен. Сал жігіт», деп сәл бөгелді. Теріс қарап жаулығының ұшымен көзін сүртті. «Беу жалған. Ел аңыз қылып айтатын еді ғой. Қозы көрпеш баяндай арманда кетіп бара жатқан, бірақ екеуің қосылдың. Енді міне, ішің қалай өртенбес?» Исақан ағам төмен қарап тұқыра берді. Бір қызарып, бір сұрланды. «Тағдыр ғой, жеңеше», деді бар болғаны. Әжем сол салғырт қалпында шай шығарды. Дастарханға бір уыс құрт 5-6 бауырсақ тастады. Мен де бүгінгі кітапты бір жола жауып қойып, дастархан басына Исақан ағамның оң тізесін жанай отырдым. Әжем күрсініп барып екеумізге шай құйды. Исақан ағама үлкен кәрлен кесе, маған кішкентай шыны кесе. 5 жыл, сарғайып тура 5 жыл күтті, деді өзіне де шай құйып жатып. 3 жыл, деді Исақан ағам төмен қараған қалпы. 5 жыл, деді әжем. Соғыс басталар жазда үйленбек едіңдер. Ары создың, бері создың, одан соң майдан, енді міне 5 жыл, деді Исақан ағам. Күтті. Обал болды, деді әжем. Менің обалымды ойладың ба, жеңеше? Деді кенет Исақан ағам еңсесін жазып. Мен содан соң тура 4 жыл күттім ғой. Ұзақ, 4 жыл. Әжем де басын көтерді. Сол қолымен аузын басты. Көзі бақырайып кеткен. Солай, жеңеше, деді Исақан ағам төмен қарап. Манадан бері алдында қозғаусыз тұрған шайдан бір ұрттады. Енді жаңадан жас қыз алам. Жеңеше, Әлимамен қызғылықты ғұмыр кештік. 5 жыл ойда түсте, 4 жыл бірге тұрмыста. Тату тәтті, махаббатты. Ақыр осылай болды. Бұрынғы келінің ешқандай кінә қоя алмайды. Менің де өкпем жоқ. Тағдыр жазмыш солай екен. Бүгінгі әңгіменің мәнісін одан бұрынғы жағдаяттар жөнін кейіннен ғана естіп, көңілге түйдім. Өзімше байыптап тағы біраз нәрсенің сырын ұқтым. Исақан ағам мен көрген кездің өзінде келбетті жігіт еді. Еңселі, иықты, кеуделі, қыр мұрын, биік қабақ, қара көз, қызыл шырайлы. Ер көңілді, мәрт, ашық, жайдары, ақылды, ұстамды, бар айыбы оқымаған десетін. Шындығында ол кезде біздің ауылда қаладан оқу бітірген кісі некен саяқ. Арнайы білім алса үлкен қызметте жүрер еді дегені ғой. Бірақ қазіргі қызметі де осал емес, аудандық ақша бөлімінде істейді. Соғыстан бұрын тіпті бастық екен. Есеп-шотқа жүйрік болған ғой, бірден көтерілген. Жұмыста сыйлы, жұртқа жағымды. Міне, Әлима тәтем екеуі сол кезде жарастық тауыпты. Исақан ағам 20-да, Әлима тәтем 17-ге жаңа толған екен. Мен көрген, келіншек түскен кезінің өзінде аса көрікті еді. Қос өрім шашы қылтасынан асады, үшкіл тұмсық, әдемі туфли, қынама бел, жасыл камзол. Қыста биік өкше, ұзын қонышты былғары етік, көк жағалы пальто киіп, басына ақ түбіт шалы салатын. Не кисе де ұнасымды әсем көрінетін. Ал өзі әлі күнге көз алдымда. Қалың, жіңішке имек қас, кішкентай қыр мұрын, сүйірлене біткен балғын иекті қара торы. Мөлдіреген бадамша көзінде үнемі мұң тұнып тұратын. Тіпті жадырап күліп, көңілденген кездерінің өзінде мұңды еркелік, назды күлкі, сұлудың өзгеше бір суреті екен. Исақан ағам екеуі қыз жібекпен төлегендей бірден табысты дейді. Қайда барса жұбы жазылмайды. Бірінсіз бірі тұра алмайды, алайда аралары таза аға мен қарындастай келісті екен. Сәтті күні некелесіп қосылмақ. Қыздың кәмелетке толуын ғана күтсе керек. Ақыры той кешіне 2 апта қалғанда соғыс басталады. Исақан ағам әскер жасында көп ұзамай майданға кетуге тиіс.
Қыздың базына тілегіне қарамастан үйлену күнін кейінге шегереді. Бір ай өтеді, бір жыл өтеді, екінші жыл жетеді. Соғысқа аттанған жігіттер баудай түсіп қатарынан қынадай қырылып жатыр. Қара қағаз күзгі жапырақтай күн құрғатпай келіп жатыр. Ал Исақан ағам қызмет орайына байланысты айдан айға қала берсе керек. Әрине, уақытша. Ақыр түбі кетері анық. Мен сені басыңа жаулық салар-салмастан жесір қалдырғым келмейді, депті Исақан ағам. Сен өлсең көп ұзамай мен де өлем, дейді Әлима тәтем. Қыз қалпыңда қаласың, өлмейсің, дейді Исақан ағам, әлде қалжың, әлде шыны. Өлмесем өмір бойы тұл өтем, дейді Әлима тәтем. Үйіңе кіргізіп кет, менде үй жоқ, дейді Исақан ағам. Шынында да әке-шешесі қайтқан, өзі атадан жалғыз немерелес аға жеңгесімен бірге тұрады екен. Осы қалпыңда күт, дейді. Егер қаралыға бар келсе, соғыс біткенше күдеріңді үзбе, және жарты жыл, содан соң бақытыңды тап. Менің бақытым біреу-ақ, дейді Әлима тәтем. Ақыры Исақан ағамның да майданға аттанатын кесімді күні жетеді. Әлима тәтем екеуі амандықта көрісеріне нық сенімде жарқын жүзбен қоштасады. Бірақ Исақан ағам аяғы кемтар туып әскерге жарамаған көкірегі ашық құрбыларының біріне Әлима тәтеме арнап шығарған өлеңін үйретіп кетіпті. Менен теріс хабар жетсе өзіне айтып бересің, деп. Құрдас жігіттің ішіне сыймаса керек, Исақан ағамның ізі суымастан ақ жұрт арасына тарап кетеді. Содан біз ес білгенде, тіпті ер жеткенде күні кешеге дейін біздің ауылдағы жиын тойларда айтылып жүрді. Сөзі де, әуені де өзгеше, сырлы, мұңды ән еді. Сен шалқар дарияда еркін шомған алтын балық едің. Өзің қалап менің қолыма түстің. Сүйіндім, тамашаладым, сүйдім, мейірлендім. Аялап әлпештесем де қиянат жасамадым. Бірақ тағдыр мәңгі бірге болуға жазбапты. Енді бақытың ашылсын, қапияда айырылыстық, қапада өтпе. Иә, өлім деген сөз жоқ, бірақ махаббаттың аза жыры. Жігіт майданнан аман есен оралады. Ғашықтар сағынысып қосылады, ақыры түбі қапияда айырылысады. Сөйткен Исақан ағам арада ай өтпей жасы 18-ге жаңа толған, асықтай ойнап тұрған күлім көз қызыл ерін тағы бір сұлуды құшты. 3-ші жылға қарағанда оны да тастады. 3-ші әйелін алды. 2 жылға әрең жетті. Содан бастап салқам сері Исақан ағамның жаңа бір әйел алуы, оны көп ұзамай тағы тастауы және кезекті бір қызға құрық салуы үйреншікті оқиғаға айналған. Айтпақшы, 3-ші ме, 4-ші ме, бет ашылмаған қыздан соң есік көрген жас келіншектен де тартынбайтын болды. Аудандағы әлде бір үлкен қызметкердің балалық қатынын бұзып алған. Ұзағырақ 2,5 жылға тақау тұрды. Бір ғажабы, бұл кезде 30-ды орталаса да, бұрын неше әйел алған баянсыз атағы болса да, Исақан ағам сөз салған қыз қатын атаулының ешқайсы да бетін теріске бұрмаса керек. 30-ың не? 40-ты еңсерген шағында 7-ші ме, 6-шы ма ретте Семейден институт бітіріп келген әп-әдемі мұғалима қызға үйленді. Енді тоқтайды дескен көлденең жұрт тоқтапты. Бұл жолы толық 2 жылға. Келесі қыз, келесі келіншек асыға күтіп тұр екен. Ал аты аңызға айналған, әнге жырға қосылған Әлима жеңешем Исақан ағам қайыра сөз салыпты десетін. 4-ші әйелдің тұсында немесе 5-шінің қарсаңында. Ойнап күлмек емес, шын ниетімен қайта қосылайық десе керек. Әлима тәтем толқып жұмсарып барып тас болып қатыпты. Біздің махаббатымыз өлген. Мына мен құры дене өлексемді сүйретіп қайта оралсам да бұрынғыдай болмаймыз. Әуелгісі рас болса ерте ме кеш пе қайырылып бір соғар деуші едім. Ризамын, қош, дейді. Көп ұзамай ол да күйеуге шыққан. Ешқайда кеткен жоқ, осында аудан орталығы Сартеректе. Уақыт алға жылжып өте берді. Мен ер жеттім, мектеп бітірдім, университетке түстім, аспирантураны тәмамдадым, үйлендім, қызметке араластым, әдебиетші, жазушы ретінде танылдым, қалада тұрам. Бірақ ауылдан мүлде қол үзбегем. 2 жыл 4-5 жылда оралып соқпай қоймайсың. Ауылдағы ақсақалдар, көз таныс ағаларды көресің, көрмесең сұрастырасың, анау қайтыс болған, анау алыстағы баласына көшкен, бәрі де заңды, табиғи.
Исақан ағамның да болмыс бітімі өмір көшуі үйреншікті әдепкі қалпында. Мән жөнін сұрағанда біреулер көңілдене күледі, енді біреулері бас шайқап қолын сілтейді. Бір барғанымда 9-шы әйелімен тұрып жатыр екен. Келесіде 12-ші әлде 13-ші әйел. Соңғы жолы 14-ші әлде 15-шіге жетіпті. Мен сұрастырған жөн жобасын білетін ағайындар кейде өзара дауласып қалады. Бірі 15-ке толған жоқ десе, екіншілері 20-ға тақатып қояды. Ағаң 25-тен бері де тоқтамайды деп қағытады мені. 2 рет өзін де жүзбе-жүз көрдім. Үлкен үйге алыстан келген бауырына арнайы сәлемдескен. Кейінгі келісінде әңгімемен әжептәуір отырды. Кең маңдайына қосарлы әжім түсіпті, шере шашына қылау кірген. Бірақ өңі қайтпаған, бойы тіп-тік, толық та арық та емес. Бітімінде тәкаппар бекзаттық бар, отырысы кербез, сөзі байыпты. Менің бар жазғанымды қадағалап оқып жүреді екен. Біздің әулет ежелден билікке сөзге бейім болды. Пәлен атаң би еді. Түген атаң батыр еді. Пәлен ақын, түген шешен. Осы заманда үлкен жазушы бізде шықпағанда кімнен шығуы керек еді деп өзін де көтермелеп, мені де марқайтып кеткен. Ақыры бір күні Алматыдан арнайы іздеп тапты. Кешқұрым еді. Ақсақал босағадан аттасымен абыр-сабыр болып қалдық. Шай қайнатылды, ет асылды. Мен өткен-кеткенді сұрастырып отырмын. Исақан ағам біздің үйелмелі-сүйелмелі үпір-шүпір балаларға көзі жасаурай қарап қояды. Машалла, тәуба, дейді анда-санда. Тфә, тіл көзден сақтасын. Кісі жатырқмайтын біздің тентектерде аталарың деген соң бірі алдына отырып, бірі мойнына мініп мәз-мейрам. Біздің дастархан мол, бірақ үйде ішімдік болмайтын. Дүкен атаулы жабылып қалған, әжептәуір қысылып едік, ақсақал татып алмайды екен. Содан соң Алматыға арнайы келген бұйымтайын айтты. Ғылым академиясына тапсырмақ ескілікті біраз сөз бар екен. Баяғы заман ақындарының өлеңдері, айтыс, дастандары, ел аузындағы әр қилы әңгімелер, ешбір кітапқа шықпаған ежелгі жырлар. Талай нәрсені құр жіберіп алыппын дейді. Кеудесі кеніш қариялардың көбісі кетіп қалды. Соңғы 10 шақты жылда ғана ескіріп елден жинап тергенім. Бұл кезде мен ғылым академиясында қызмет атқаратын едім. Әдебиет зерттеу институтының қолжазба және архив бөліміне алып бардым. Бөлім бастығы белгілі ғалым, жасы үлкен әріптес әуелі маған рахмет айтты. Содан соң ақсақалға ризашылығын білдірді. Апарған мол дүниесін түгел тізімдеп, тіркеп, қол қойғызып алды. Бұдан соң алас-қапас заманда Исақан ағамен қайыра жүздеспедім, бірақ ортақ ағайындар арқылы әңгімесі жетіп жатқан. Елден бір жола кетіпті. Осы Алматы төңірегінде әлдебір ауылда тұрады. Жаңа жас әйел алған. Онысы үйреншікті нәрсе, айтуға тұрмайтын. Сөз бұл нешінші әйелі және онымен қанша отасады деген төңіректе ғана өрбіген. Десе де Исақан ағамның бұдан соңғы жағдайынан бейхабар қалып едім. Ақыры арада шамамен 10 шақты жыл өткенде оқыс хабар жетті. Исақан ағам дүние салыпты. Айтқандайын, осы Алматының іргесіндегі Пәлен деген ауылда. Қаладағы телефон арқылы хабарласып, мән-жайды білдірген ағайындас, жерлес 3-4 кісімен бірге топырақ салуға барған едім. Қаралы жеңгемді бірден таныдым. Әрине толыққан, егде тартқан, көп жылаған сияқты, бет-аузы ісіңкі, бірақ өңі қайтпаған, жер ортасына жаңа келген салихалы бәйбіше. Барлық рәсімін атқарып болған соң азалы дастархан басында отырған, берісі Алматы арысы, Бұлғыртаудан келген ағайынға қарата сөйлеп еді. Исекең жарықтық екеуміз тура 9 жыл тұрмыс құрдық, деді. Бақтым, қақтым, ол да мені әлпештеп өтті. Жеңгеміз әжептәуір босаңсып көзіне жас алды. Әлі де жүре тұрса керек еді, 65 деген немене, көлденеңінен келген жаман ауру алып кетті. Бірақ ағаларыңның шаңырағы құлады деп ойламаңдар. Бұл ауылдағы алыс жақын, Алманың үйі демейді, Исақанның үйі дейді. Жолдарың түскенде ат басын бұрып келіп тұрыңдар. Алыстағы ағайынға өкпе жоқ, жақындағы қайындарыма айтып отырмын. Тым құрыса 40-на келіп қайтыңдар, ең соңғы парыз болсын, деді. Межелі уақытында 40-на бардық. Ауылдағы жалпы жұрт кешкілікке хабарланған екен. Түскі дастархан бізге алматылық 2-3 кісі және жеңгеміздің жақын туыстары небәрі 10 шақты адамға ғана жасалыпты.
Жеңгеміз көтеріліп оңалып қалған екен, жарқылдап күлмегенімен еркін отырды. Әрқилы әңгіменің шетін шығарған. Ағаларыңның жағдайын білесіңдер ғой, деді бізге қарата. Маған дейін 16 әйел алған адам екен. Мен 17-ші болдым. Рекорд. 17-ші болғаным ғана емес, әуелгі 16-ның әрқайсымен не бары 2, асса 3 жыл ғана отасады екен. Менімен тура 9 жыл тұрмыс құрды. Сіз енді бақытыңызға қарай соңынан кездестіңіз ғой, деді біздің жігіттердің бірі әзіл шыны аралас. Олай деп айтпа, қайным, деді жеңгеміз. Мен кесе көлденеңнен кездеспесем тағы да 4-5 әйелдің басына су құяр еді. Мені алғашқы әйеліне ұқсататын еді. Тұрпат тұлғам емес, сірә мінезім, сөйлеген сөз, жүріс тұрысым. Бірақ рет шын ғашық болдым дейтін, сол әуелгі жеңгелеріңе, ал мені ондай ғашық болмаса да тым жақсы көрді. Ағамызда арман жоқ екен, дедім мен. Арманы болды ғой жарықтықтың. Бір перзент, бір нәресте көрмей кетті. Жеңгеміз төмен қарап күрсініп алды. Содан соң көзі жарқ етіп жадырай күлген. Менен кінә жоқ, деді. Бір шикөкпе көтерген едім бұрын. Әлгі ағаларын кездеспей тұрғанда шетінеп кеткен. Енді бір нәресте керек ақ еді. Менен кінә жоқ. Ағаларыңды қалаға күшті дәрігерге апарып тексерттім. Жеңгеміз баяу күрсінді. Қайраты қайтпаған еді, бірақ перзент сүйе алмайды екен. Салбырап үйге келдік. Исекең тым жабырқау. Жарар, дедім мен. Жаңа білдің бе? Маған баласыз-ақ бір өзің жетесің, ал саған мына мен бармын. Тәуба айтпайсың ба? Жамағайын туыстарың жоқ емес, тұқымың құрымайды деймін. Менің қайғым басқаша, деді марқұм. Бұл жағын бұрында сезгем, білгем. 4-ші әлде 5-ші әйелден соң. Әуелден білсем, Әлимашпен айырылыспайтын едім ғой, деп көзіне жас алды. Сонда ағаларың жаңа бір Әлима қашан кездеседі деп, өңді әйел атаулыны судай сапырып ұшып қонып жүре берген ғой. 50-дің жуан ортасында ұзын санын 16-ға жеткізген. Біз Құран бағыштап, риза хош айтысып аттанарда Алма жеңгеміз менің қолыма ішіне әлде бір ескі қағаздар толтырылған кенеп дорба ұстатты. Ағаңның аманаты деген. Үйге келгенде қарасам, құнды көне басылымды бірнеше кітап, Бақырған, Софа Аллаяр, Біржан Сара айтысы, Айқаптың 5-6 саны, Абайдың 1923 жылғы жинағы және Шәкәрім қажының қалыңдығы 4 елі қолмен жазылып мұқабаланып түптелген үлкен топтамасы екен. Кітаптарды қайда жүрсе де қастерлеп сақтаған, қолжазбаны қаншама жыл бойы құрап жинақтаған, артында қалған бар белгісі осы ғана болды. Және Академия архивіндегі тағы бір нұсқалар, жансыз, тілсіз, өлі қағаз, пәленшекең жинап тапсырыпты деген шартты белгі ғана. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Ұрпақсыз кеткен, бір перзенттің зарпынан 17 әйел алған. Исақан ағамның аты өшпесін, бар кейпінде менің жазуыммен бірге жасасын деп, осы әңгімені өлмес таңбаға түсірдім. Әңгіменің соңы. Каналға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз.